Отпуск күннің бірінші күнін балама арнадым. Баламның көзі жыпылықтай берген соң, папасы екеуміз ақылдасып, оны аудандық ауруханаға апармақшы болдым. Аудандық ауруханаға алып келген кезде балам кішкене қорқыңқырады. Терапевтке кіргіздім, окулистке кіргіздім, невропатолог, как всегда, жоқ біздің ауданымызда, орында жоқ әйтеуір. Сонымен не керек, маған қалаға направление жазып берді, бірақ анализімізді тапсырып кеттік. Сол анализ сол невропатологқа шығады деген соң кейін қарай тарттық. Сонымен не керек, менің баламның міндетті түрде туалетке шыққысы келеді, ол шөлдейді, тамақ жегісі келеді. Сонымен оны кішкентай кафе ашылған екен, соған барып тамағын әперіп, өзім кофе ішіп, ертесіне қалаға жүрдік. Қалаға Аққанат деген балалар ауруханасына алып бардым, облыстық аурухана невропатологіне апарып көрсеттім. Ешқандай қорқатын себебі жоқ екен, қажетті витаминдерін, гемоглобин түсіп кеткен, және осы жыпылықтауын кішкене сәл басатын препарат жазып берді. Ол больницадан шығып алып, міндетті түрде алаңдағы ойын алаңына барып, біршама ойнап алды. Ол ойын алаңын көрсе, қызығып, машинамен өтіп бара жатқан кезде кішкене ойнағысы келетін тұғын. Сонымен не керек, сол ойын алаңынан қызығын басып, әрине міндетті түрде оның қарны ашты. Қарны ашқан соң апортқа алып бардық. Апортқа өзінің таңдаған тамағын алып, шайымызды алып, папасы екеуміз де қорғалыққа барған жоқпыз. Қажетті тамағымызды дәмді етіп жеп, кейін қарай ауылға қайттық. Сөйтіп невропатологтың де жүзін көріп келдік. Әйтеуір бір қуанғанымыз, ешқандай көп қорқатын ештеңкесі жоқ екен. Жазып берген препараттарын алып қайттық. Балам болса өте қуанышты, ауруды ұмытып кетті. Кафеге барғанына, ойнағанына ол өте қатты қуанышты. Балаға сәл нәрсе сыйласаң да, бала қуанышын көрсете алады ғой. Не сыйласаң да балаға сыйла деген осы.